Сәлем достар, сіздермен бүгін қуырылған манты жасайтын боламыз. Ол үшін фаршқа құйрық майды, пиязды өткіштен өткізіп сәбізді және картошканы қосамыз. Сосын дәміне қарай тұз бұрыш қосып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Содан кейін қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін 2 жұмыртқаға жылы су қосып, тұз салып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызды жайып дөңгелектеп кесіп алып, видеодағыдай өретін боламыз. Немесе қамырымызды жайып дөпішті етіп кесіп, видеодағыдай түйетін боламыз. Дайын болған мантыларымызды қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Содан кейін мантыларға салып, жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мантымыз дайын, ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.